Мен бауырларға айтарым, бір-біріңе татулы болыңдар, мысық пен ит құсап, никогда жаға жыртыспаңыздар. Өзімнің өмірімде түйгенімді айтып жатырмын. Любой пендеме айтып жатырмын да, өзімнің өмірімде түйген. Әпке қарындастарың қайда жүрсе де қал жағдайын сұраңдар. Әпке қарындасым-ау, қайда жүрсің, амансың ба деп сөйтіп сұрақ қойыңыздар. Сосын енді ол әкенің малы, ол әкенікі ғой, ол әке шешенің өз жиған ол. Сосын мына пенсиясын да алмау керек та, әке шешенің пенсиясын никогда ол. Мен лично өз басым, жеке өз басым никогда шешем пенсиясын алмаған, никогда әпкемнің ақшасын алмаған, никогда бауырымның ақшаларын никогда алмаған. Даже күйеуімнің пенсиясын мен вообще алған жоқ. Екінші группа инвалид шықты ғой. Мен білмеймін, даже күйеуім де ұстамайды пенсиясын. Даже мен де ұстамаймын, даже мен опекун да емеспін. Вообще. Мен даже бүйтіп ұстаған да емеспін, шықты дегенді білем. Бірақ күйеуім де ұстаған жоқ, ақшасын мен де ұстаған жоқ. Лично. Төбеде Құдайы көріп тұр ғой. Неғып өтірік алдаймын мен? Маған өтіріктің қажеті жоқ. Солай. Мен әйтеуір өзім сол арасында әйтеуір жұмыс істеп ақша тауып, сонымен әйтеуір күн көріп жүрген адаммын. Маған ешқандай өкімет ақша беріп жатқан жоқ. Мен ешқандай опекун емеспін. Даже күйеуім де өз пенсиясын ұстамайды. Өтірік алдап нем бар сол. Сол себептен бауырларға айтарым, любой бауыр болсын, жер бетінде. Бір-біріңе біреуінде дүние жоқ болса, біреуің бай болсаң, сол байлығыңды бірінші бауырыңа бер да. Өзіңді асып тасып тұрса, жоқ бауырыңа бер да соған. Бір-біріңе поддержка беріңіздер. Никогда менің семьям сияқты болмаңыздар. Менің отбасым сияқты болмаңыздар. Мен мысалы қазір қиналып тұрмын, маған ешқандай бауыр деген көмектесіп отырған жоқ, ешқандай туғаным маған көмектесіп жатқан жоқ. Енді өмірдің шындығы, өмірдің ашық шындығы бұл. Реально болып жатқан өмірдегі шындық бұл. Мен ешқандай кинодан құрастырып жатқан жоқ, өз жеке өз басынан өтіп жатқан шындық. Сол